Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, өз ойыңызды жазып отырсаңыз болады. Бүгінгі рецептте қазіргі таңда хит болып жатқан махлюбе тамағын дайындаймыз. Өте дәмді тамақтардың бірі екен, жолдасыма да өзіме де қатты ұнады. Жасалу жолы да оңай, барлық қыз-келіншектер жасай алады. Алдымен бізге керек заттар: дәмдеуіштер, сарымсақ, картошка, ет, майдалап туралған пияз, сәбіз, тәтті бұрыш. Көріп тұрғаныңыздай, газдың үстінде май құйылған 3 ыдыс тұр. Ең бірінші 4-5 ас қасық май құйылған ыдысқа етті салып қуырып пісіріп аламыз. Бетін жауып қуырамыз. Ет кішкене қуырылғаннан кейін пияз салып қуырамыз. Сәл қуырылғаннан соң еттің суы шығады. Енді осы аралықта май молдау құйылған ыдысқа осылай дөңгелек етіп туралған картошканы салып қызартып қуырамыз. Пісу міндетті емес. Етке сарымсақ пен дәмдеуіштер салып араластырамыз. Қайнаған су құямыз, суын молдау етіп құямыз, өйткені еттің суы соңында керек болады. Бетін жауып, астыңғы отты жай қоямыз, еті жұмсарғанша қайнатамыз. Майдан қызарған картошканы аламыз, салфеткаға қойсаңыз, салфеткаға майы сіңеді. Келесі осы қызып тұрған майға сәбізді де қуырып аламыз. Сәбіз де пісуі міндетті емес. Сәбізді қуырып болғаннан кейін артынша тәтті бұрышты да майға қуырамыз. Және осылай салфеткаға салсаңыз майды сіңіріп алады және тамағыңыз майлы болып кетпейді. Енді үшінші ыдысқа аз мөлшерде май құйып жуылған таза күрішті қуырамыз. Кішкене сары болып қуырылғаннан кейін қайнап тұрған ыстық су құямыз. Судың мөлшері күріштің бетінен асып тұруы қажет. Бетін жауып піскенше бұқтырамыз. Мендегі күріш лазер күріші 20 минутта пісті. Күрішті майға қуырып, содан кейін су құйып пісірсеңіз, мүлдем жабыспай шашылып піседі екен. Міне көріп тұрғаныңыздай, күріш бір-біріне жабыспай әдемі піскен. Енді барлығын біріктіреміз. Үйдегі адам санына қарай жасағандықтан ыдыс та соған лайықты болуы қажет. Қазаныңыздың асты жабысып қалуы мүмкін десеңіз, аз мөлшерде май құйсаңыз болады. Қазанның астына ең бірінші пиязымызды саламыз. Пияздан кейін сәбізімізді тізіп саламыз. Содан кейін сәбіздің үстінен піскен еттерімізді тығыздап саламыз. Келесі етіміздің үстінен картошкамызды тізіп салып шығамыз. Картошканың үстінен тәтті бұрышты саламыз. Тәтті бұрышымызды салып болғаннан кейін жаңағы еттің суын күріштің алдында құямыз. Содан кейін күрішімізді әдемелеп тұрып тығыздап саламыз. Тығыздап салу міндетті, өйткені соңында қазанды төңкергенде тамағымыз шашылып қалуы мүмкін. Күріштің үстінен дәл осылай тығыздаймыз. Содан кейін бетін жауып, баяу отқа 20-25 минутқа қоямыз, бұқтырамыз. Егер сізде еттің суы аз болса, осы кезде аз мөлшерде су құйсаңыз болады. Менде еттің суы жеткілікті болды. Бұқтырғаннан кейін осылай асықпай абайлап легенге немесе табаға төңкереміз. Астын қасықтармен ұрғылаймыз.
Шетіне салатымызды саламыз, айранымызды құямыз, дастарханға ұсынамыз. Дәмі деген сөз жоқ, өте дәмді. Отбасы мүшелеріне 100% ұнайтынына мен сенімдімін. Осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ас дәмді болсын.